Саламатсыздар ма балалар? Зерек бала каналына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақта екі таңбалы сандарды оқу және жазуды меңгереміз. 2 ондықтан және 8 бірліктен тұратын қай сан? Оқы және жаз. 2 ондық дегеніміз балалар 20, оған 8 бірлікті қосамыз, сонда қай сан шығады? Өте жақсы. 28 саны шығады. Жарайсыңдар балалар. Алдымен ондықты, одан кейін бірлікті жазады екенбіз. Тамаша. 6 ондық және 0 бірліктен тұратын сан қай сан? 6 ондығымыз 60 және оған 0 бірлікті қосқанда 60 саны шығады. Алдымен ондықты, одан кейін бірлікті жазамыз. Тамаша. Келесі санымыз 3 ондықтан және 9 бірліктен тұратын сан. 3 ондығымыз 30, оған 9 бірлікті қосамыз, сонда 39 саны шығады. Жарайсыңдар балалар. Келесі санымыз 75 саны. 75 саны біз қалай шығарамыз? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бір-бірден 75 рет санайтын болсақ, бізде 75 саны шығады. Алдымен ондықты және кейін бірлікті жазамыз. Жарайсыңдар балалар. Біздің каналымызға тіркеліп кетіңдер.